Бұл ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген ескерткіштердің бірі. Қамал 16 ғасырда ұлы Моғолдар империясы кезінде салынған және кезінде елдің саяси орталығы болған. Қызыл құмтаспен тұрғызылған бұл бекініс кіші сарайлар, мешіттер мен бақтармен ерекшеленеді. Қамалдан Тадж-Махалға көрініс те ашылады. Бұны салған кезде басында моңғолдар бұны қорғаныс ретінде салған екен. Тадж-Махалда көрініп тұр. Орналасқан жері өте қолайлы және өте ыңғайлы болған екен. Мына төбедегі орнаментті көріп тұрсыздар ма? Мрамордан жасалған мынаның барлығы. Дәл осындай кілем осы жерде болған екен. Төбедегідей дәл сондай ою-өрнекпен жерде үлкен кілем болған екен. Сол жерде ең сондай құрметті қонақтардың барлығын сол жерден қарсы алған екен.